Сәлеметсіздер ме? Мен Қуаныш Шынайы Әскербекқызы. Мен Абай атаның 175 жылдығына орай Абай атаның өлеңдерін айтып беремін. Біз бастаймыз. Өлсем орным қара жерсіз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббатқа да отпен майдасқан қайран менің жүрегім сыз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан қайран менің жүрегім сыз болмай ма? Сонда жауап бере алман мен бейшара, сіздерге еркін тиер байқап қара. Екі күймек бір жанға әділет пе? Қаны қара бір жанның жан жара. Жүрегінің түбіне терең бойла. Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, мұңмен бірге жарыстым, кінә қойма. Сіздерге Абай атаның шағын өлеңі ұнады деп ойлаймын. Енді Абай атаның 14-ші қара сөзі. 14-ші қара сөзін екінші видеода күтіңіздер.